кез келген кәсіпкер бар ғой, ол енді тұманды бір далада кетіп бара жатыр ғой, білмейді, көріп жатыр, әйтеуір тәуекелге барып жатыр, әйтеуір тисе тиекке, тимесе бұтаққа болып кетіп бара жатыр да. Сонда кәсіпкерге өте бір маңызды қабілет керек та. Ол қабілет орысша энтузиазм деп айтады. Жаңағыдай бір нәрсені ойлап табуға деген құштарлық қой. Творческий подход, творчество керек қой кәсіпкерге. Неге? Өйткені сен сондай күйде жүріп қана сондай бұлыңғыр ямалардың үстінен өтіп кетесің да. Егер сен кәсіпкер ретінде сол сезіміңді жоғалтып алдың ба, творческий сезімді жоғалтып алдың ба, онда сенде күш қуат қалмайды. Сен жаңа өнімдер шығара алмайсың. Сен басқаларды жігерлендіре алмайсың. Сенде оған энергия болмайды да. Сол үшін қандай қиын қыстау кезең болсын, қандай да бір қиын мәселелер болсын, кәсіпкер өзінің ішкі жағындағы творчествосын, қиялдау, армандау, жаңа нәрсе ойлап табу деген қажеттілігін, ішкі өзегін өшіріп алмау керек. Егер өшіп бара жатса, ол міндетті түрде оны тұтату керек, үнемі жағып жүру керек та. Өйткені сол нәрсе ғана кәсіпті алдыға жетелейді да. Сол үшін кәсіпкерлерге өте қымбат қабілет деп ойлаймын.